Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын фарш қосылған картофельді рулетті ұсынғым келіп отыр. Ол үшін 600 грамм картошканы теркіден өткізіп алып, суын қатты қылып сығып аламыз. Әрі қарай көк шөп қосамыз. Менде укроп пен көк жуа. 150 грамм сыр салып, 2 жұмыртқа қосамыз. Соңында тұз, қара бұрыш салып, араластырамыз. Пергамент қағаз жайылған противенға картошкамызды бір келкі ғып жаямыз. Қағазыңыз менікіндей кішкентай болса, жан-жағына шығармауға тырысыңыз. Әйтпесе картошка шашылып кетуі мүмкін. 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20 минут пісіріп аламыз. Ал осы уақытта фаршымызды дайындаймыз. Ол үшін болгар бұрышы, қызанақ, пиязды ұсақ қылып турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Фаршқа ең алдымен пиязды салып, 5 минут қуырамыз. Одан кейін қызанақты саламыз. Оны да 5 минут қуырамыз. Кейін болгар бұрышын салып, 7-8 минуттай қуырамыз. Фаршымызға қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз салып, 150 мг су құйып, суы тартылғанша қатты қылып қуырып аламыз. Соңында томат пәсін саламыз. Фаршымызды картошканың үстіне салып, рулет қылып ораймыз. Егер пергамент қағазыңызға сенімді болмасаңыз, майлап алған дұрыс болады. Әйтпесе менікінде жабысып қалуы мүмкін. Духовкада қайтара салып, 15 минут пісіріп аламыз. Рулетіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.